Сәлем, әдебиет құмар достар. Мен бүгін сіздермен Мұхтар Әуезовтің «Қараш-қараш оқиғасы» повесінің қалай жазылғаны туралы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Егер сіздерге қазақтың ұлы азаматтары мен солар туралы жазылған тарихи шығармалар қызық болатын болса, парақшаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Себебі келесі видеомыз Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» романы туралы болмақшы. Тұңғыш рет 1927 жылы Жаңа мектеп журналында жарық көрген «Қараш-қараш оқиғасы» повесті 1959 жылы Социалистік Қазақстан газетінің бірнеше нөмірінде жарияланады. Ал 1960 жылы жеке кітап болып басылып шығады. Мұхтар Әуезовтің бұл шығармасы москвалық орыс жазушысы Алексей Пантелеевтің аудармасымен 1961 жылы «Дружба народов» журналының 7 санында жарияланады. Мен Мұхтар Әуезовтің шығармаларын туған еліме таныстырушы болуды өзіме үлкен абырой санаймын деген француз жазушысы Луи Арагон бұл повесті «Мест Бақтығұла» деген атпен тұңғыш рет француз тіліне аударады. Сол-ақ екен, тарихи шындыққа құрылған бұл шығарма ағылшын, неміс, чех, грек, моңғол, араб, поляк, хинди, итальян, испан, тағы да басқа 80-нен астам тілге аударылып, қазақ әдебиетінің өрісін кеңейтті. Мұхтар Әуезов пен Тұрар Рысқұлов Орынборда бірінші қазақ съезінде танысады. Сол съезге Мұхтар Семейден арнайы барған еді. Қазақтың қос шырағының арасында соңында үлкен шығармаға арқау болған әңгіме өрбиді. Тұрар өзінің әкесі Рысқұлдың басынан өткен ауыр тағдыры жайлы Мұхтарға айтып береді. Кейінірек Әуезов оқиға желісіндегі Қараш асуы, Талғар өзені, Саймасай жайлауын аралап, Қараш-қараш оқиғасын өмірге әкеледі. Шындық негізінде жазылған шығарманың басты кейіпкері Бақтығұл өмірде Тұрар Рысқұлов. Сол секілді Тектіғұл Молдабек Жылқайдарұлы, Жарасбай Саймасай Үшкемпіров, Сейіт Тұрар Рысқұлов, Батима Түйметай Рысқұлова, Қатша Ізбайша Қорғанбайқызы, орыс досы Жиряков Николай, Афанасий Федотич Александр Бронников, Сары руы Сәлік руы, Шалқар болысы Талғар болысы, Бүрген болысы Түрген болысы, Қараш асуы, Талғар өзені. Тұрар Рысқұлов Қазақстанның революция күресінің тарихынан үзінді деген еңбегінде тап осы кездегі сәліктердің жағдайын былай деп жазады. Ол кездегі қазақтан белгіленген патша әкімдерінің әдісінің бірі әлсіз рудың адамдарын әлді рудың малын ұрладың деп өтірік қаралау, нашарлардың қанын сүліктей сору еді. Бұл әдісті жергілікті болыс менің әкем Рысқұлға да қолданды. Әкем жергілікті әкімдердің қорлығына шыдай алмай, Күншығыс Талғар болысының управителі Саймасай Үшкемпірұлын атып өлтіреді. Саймасай төңіректегі болыстарға аты жайылған атақты бай адам еді. Жетісу облысындағы генерал-губернатордың досы еді. Генерал-губернатор жыл сайын Саймасай жайлауына қонаққа келіп, Есік көлде құс атушы еді. Ол нөкерін ертіп жайлауға шығарда, жалшы қазақтар жолды тазалап, қой сойып қарсы алушы еді. 1880 жылы Майлыкент болысы Тайтелі Жұмабаев 20 үйлі сәліктерге қысым жасап, Түлкібастан көшірген. Олар алдымен Әулиеата уезінің Аспара болысында біраз жыл жалшылықта жүріп, тағы да жергілікті бай манаптардың қысымына түседі. Бұндай қорлыққа шыдай алмаған сәліктер Алматы облысының Талғар болысына көшіп келіп, байлардың отымен кіріп, күлімен шығып жүреді. Осылайша туған жерінен безіп, бай
манаптарға жалданып жүрген. Рысқұл өзінің туған інісі Молдабектен айырылып қалады. Одан кейінгі уақиғаны баяндауға Тұрардың өзіне сөз берейік. Ол кезде мен 11 жаста едім. Болыстар мен билердің біздің руға, әсіресе біздің үй ішімізге қылған қылығы әлі есімде. Болыстың туған туысқандары біздің рудың тас талқанын шығарып, шаңырағын ортасына түсірді. Малды тартып алып, адамдарды көгала қойдай етіп сабады. Біз үй ішімізбен таныс қазақ-орыстың үйіне барып жасырындық. Ұмытпасам, казак-орыстың фамилиясы Жиряков шығар деймін. Казак-орыс қолына мылтық алып, бізді қорғап, болыстың жақындарына бермеді. Әкем әлгі казак-орыстың қораға үйген шөбінің астына жасырынып жатты. Бірақ болыстың жақындары қоймай жүріп, оны тінтіп тауып алды. Танаулары делдейіп, құлағына жеткен болыстың жігіттері Рысқұлдың мойнына қыл шылбырды тұзақ қып салып, бір ұшын ердің басына бекітіп, зырылдатып ала жөнелді. Рысқұл төртпақ денесін әп-сәтте жиырып, бұлшық еті тырсиған болаттай қолымен тұзақталған жерден ары шап беріп ұстап, қатқанда қалған. Бұл әдісі тұзаққа салмақ түсірмей, қылғынбауына себепші болды. Әп-сәтте киімдерінің өрім-өрімі шығып, денесін қан жапты. Тал түсте адам түршігерлік мына сұмдыққа орыс шаруалары ара түсті. Жиряков зорлықшылардың басынан асыра мылтық атып жүріп, Рысқұлды өлтірткізбей атаманға тапсырды. Атаман оны жандармға жеткізді. Сөйтіп, есіл Верный қазіргі Алматы қаласының Қапас түрмесінен бір-ақ шықты. Болыстың жақындары Әліштің аяқ-қолын байлап, киізге орап, тұншықтырып өлтірді. Онымен қоймай сәліктерді шетінен қыратын болған соң, Жаман ұлы Ахат пен Үсіп ұлы Жуанышбек Верный қаласынан полиция келеді. Сәліктерді полициялар болыстың қаншер ағайындарынан қорғап, Алыстау, Бесағаш деген жерге көшіріп әкеліп тастады. Сонда да олар, Рысқұлдың жалғыз баласы бар дейді, соны тауып беріңдер. Өз қолымызбен бауыздап, саймасайдың құрбандығына шаламыз. Сөйтіп, кегімізді аламыз. Қанға қан, жанға жан деп, Тұрарды тауып өлтірмекші болады. Достар, сіздер әрине Қараш-Қараш оқиғасын түгел оқып шыққан боларсыздар. Алайда, Тұрар мен Рысқұлдың арғы қарайғы өмірі қалай болды? Оны келесі видеода жазушы Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романымен бірге қосып талдайтын боламыз. Сол үшін де Тұрар Рысқұловтың бүкіл өмірін қамтитын бұл шығарманы оқымаған болсаңыздар, міндетті түрде оқуға кеңес берер едім. Себебі Тұрардың ары қарайғы өмірін Қызыл жебе, Қызыл көпір, Қыл көпір романдарынан біле аласыздар.